Sürümesinde bir okuşlar. Birinci sabahımızı başlaması durun. Alымен үй tapsırmasını sıktап alayық. Дәптерlerimizni ашып, яғни biz үйге қандай тапсырма бердік? 1590 есеп, иә? Бұл 1590 есепті бір-бірлерімізге дәптерlerimizni алмастырайық. Көршілерімізге бір-бірлерімізге көптерімізді аймастырамыз. Енді тексереміз тақтада жазылып тұр. Енді бірінші тапсырманы тақтаға жазылуы болды. Өте жақсы. Болғанымыз екінші тапсырмада. Яғни екінші тапсырмада әріпті өрнек түрінде. Бірінші сан түрінде беріп тұр ғой, иә? Енді екінші әріпті өрнек түрінде. Төмендегі сандарды жазылды. X болды. Y бірлік. Иә? Санның орнында бізде X деген айнымалы беріліп тұр. Молодец. Дұрыс. Қаны? Бұл. Жүз дұрыс. 2 дейсің. 10 2. Көбейту. Қосу. 8. Дұрыс. Дұрыс. Өте жақсы. Қаны ешсіз. Орындасқа. Екінші қосу. 15. Молодец. Дұрыс. 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 Қазір кім тақтаға жазып жатыр, өзіміз тексерейік. Келесі тапсырма, яғни жұптық жұмыс, әрқайсымыз бір-бірімізбен шығарамыз ақылдасып. Бірінші есеп. А, Б және С сандарының қосындысын әріпті өрнек түрінде жаз. Екіншісі А, Б, С және С, Д, А сандарының қосындысын әріпті өрнек түрінде жаз. Яғни бізде сандарды разрядты қосылғыштарға жіктейміз және сандарды әріпті өрнек түрінде жазамыз. Ал, орындайық. Ал, кім айтады? Кім айтып жүреді? Ахмаржан. Айтып жүрші. Онға қосу Б, онысы қосу Д. Дұрыс, дұрыс. Екіншісін алайық. Жүз А қосу 10 Б, қосу С, қосу 100 С, қосу 10 Б, қосу А, қосу 100, жақсы ашылған А қосу С, жақсы жабылған қосу 10, жақсы ашылған Б қосу Д, жақсы жабылған қосу С, қосу А. Яғни біз жерде екі өрнектің қосындысын өрнек түрінде жазған дейді, ортақ көп жақшасында шығарып, яғни қосылу үшін, иә? Бұны кім? Енді балалар сабақты аяқталуына байланысты қазір сабақты қорытындылайық. Яғни қорыту мақсатында бүгінгі сабақта қандай тақырып түсіндік, мақсатқа жеттік пе? Сол арқылы сабақты қорытындылау мақсатында QGIS бағдарламасы арқылы математикалық тест орындаймыз. Яғни бүгінгі сабақты кім қалай түсінді? Сол бойынша. Яғни бәріміз ұялы телефонымызды алайық. QGIS бағдарламасын ашамыз. QGIS бағдарламасын кірдік па? Кірдік. QGIS бағдарламасына. Кәсіпкерлерге көп жіберемін. Көрініп тұр ма бәрімізге? 581-661 деген код жазамыз. Сол бойынша кіре берейік. 581-661. Үш адам кірді. Ахмаржан кірді. Гүлжайна, Ахмаржан.
Bәріміз кіріп болдық па? Енді біреу қалды. Бәріміз кіріп болдық қой, иә? Ал бастайық. Бұл тапсырмаға 5 минут уақыт беріледі. Fatima ne orundamay отырмыз. Fatima ne oldu? Fatima orundamay отырмыз. Кім қанша тапсырмаға дұрыс орындалды, жазымызға жазып қойып. Нұрбақытты бесеу. Ердан алыпты. Қандай ердан? Қанша алды? Алтауы да дұрыс. Ердан төртеуі дұрыс қой, Ердан. Ана жерде көрсетіп тұр, кім қанша дұрыс жауап берді, кім қанша дұрыс сұрақ қойды. Алты. Алты. Алуа. Нұржайнан қаған алтауы дұрыс болды ма? Анау кімді абай? Бәріміз болды па? Көріп тұрсыңдар ғой. Бірінші орын Нұржайна дұрыс жауап берді. Екінші орын кім?
Фатима 3-ші жауап Ердана дейді. 64%-ге дұрыс жауап берген. Міне артында сіздерде жауаптары көрініп тұр. Кім қандай неге жауап берді? Міне Нұржайна бәріне дұрыс жауап берген. Фатима, Ердана да бәріне дұрыс жауап берген. Алуамды де дұрыс. Екеуі дұрыс емес, Еділдікі, иә? Нұрбақыт, сенде 4-еуі дұрыс, 1-еуі дұрыс емес. Нелер де біліп тұр? Яғни біздің уақыт аралығымыз, сол уақытта тез-тез орындап бітіруіміз керек. Қайсымыздікі? Бұл жерде Нұрдәулет бірақ балы дұрыс екен. Балжанды да біреу ғана дұрыс. Көрдік қойған. Осыған қарап, мен бүгінгі сабақты қорытындылаймын. Яғни бағалау парағына бүгінгі сабақта әрқайсысында мына жерде мен кім қандай сұраққа жауап беріп соған балдарымды қойып отырмын. Мына сабақты қорытындылау мақсатында тесттің бағасымен бірге келесі сабақта сіздердің бағалауларына, күнделік кезектеріне бағалауымды қоямын. Бүгінгі сабағымыз бізді аяқтау мақсатында кері байланыс сөйлейік. Бәріміз WhatsApp желісін ашайық. WhatsApp желісі арқылы маған кері байланыс жасаңыз. Сіз жасаймыз кері байланыс. Бүгінгі сабақта не түсінді? Қандай тақырып? Мен де жерде компьютермен ашамай қалдым. Жасадық па? Жазамыз кері байланыс. Жазып осы кері байланысты берейік. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. 1506, 1507 есепті үйге аламыз. Осымен сабағымыз аяқталды.